Құрметті ханымдар мен мырзалар. Добрый день, уважаемые соотечественники, дорогие алматинцы. Көктемнің алғашқы күнімен жеткен алғыс айту күні құтты болсын. За годы празднования Дня Благодарности этот праздник приобрел особый смысл в нашем сознании. Это День благодарности друг другу всех казахстанцев, которые плечом к плечу пережили непростые времена. Кез келген сын сәтте, кез келген қиындыққа тек бірлік пен ынтымақтың арқасында ғана біз төтеп бере аламыз. Және де осының барлығын уақыт пен тарихтың өзі дәлелдеп отыр. Как отметил президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, единство и сплоченность нашего общества придают нам сил и уверенности в том, что вместе мы преодолеем все трудности. Бүгінде біз бірлігі жарасқан бір тұтас еліміздің арқасында бейбітшілік пен ынтымақты сақтап отырмыз. Бұл біз үшін ең басты игілік, баға жетпес құндылық. Сөз Алматы қаласы әкімінің орынбасары Арман Оразбайұлы Қырықбаевқа беріледі. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті алматылықтар. Алматы қаласы әкімдігінің атынан, қала әкімі Ерболат Досаевтың атынан осы бүгінгі залда отырған баршаңызды және сіздер арқылы барша алматылықтарды бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Енді ғалымдардың пікірінше кез келген адамзат баласын адамзат деп айтқызатындай бір 5-6 ғана ұғым бар екен. Алып қарайтын болсақ, қастерлі ұғымдар. Оның біріншісі жаңағы ана, екіншісі ата, одан кейін бауыр, әлбетте туған ел, туған жер деген сияқты. Кез келген халықтың өркениеттілік деңгейі осы ұғымдарға деген көзқарасымен, қарым-қатынасымен өлшенеді екен негізінде. Одан кейін осы ұғымдарға деген халықтың шынайы қатынасын анықтайтын, осы ұғымдардың жылылығын тереңдететін керемет бір қастерлі сөз бар. Ол бәріңіз білетін рахмет деген сөз. Мына мұсылмандарда айтады екен, адамзатқа алғысы жоқтың Аллаға шүкіршілігі болмайды деп. Сондықтан біз бүгін ерекше бір мерекеде жиналып отырмыз. Бұл мереке арқылы біз сонау ықылымнан бері осы үлкен ұлан ғайыр Қазақстанды бізге сақтап аманат еткен ата-бабаларымызға, олардың рухтарына алғыс айтамыз. Күні кеше 30 жыл аралығында тәуелсіз елімізді құрып, экономикамызды жаман жақсы өркендетіп бізге аманат етіп тастап кеткен алдыңғы буын ағаларға алғыс айтамыз. Күнделікті бізді әлпештеп өсірген, осы жағдайға жеткізген ата-аналарымызға алғыс айтамыз. Айнала дос, туған туысқа алғыс айтамыз. Мына Қазақстан деген үлкен елдің шаңырағының астында бір атаның баласындай ғұмыр кешіп отырған өзге ұлт деп айтамыз ғой, өзге емес, өзіміздің бауырларымызға, баршасына тату-тәтті өміріміз үшін алғыс айтамыз. Кешегі қаңтар трагедиясында біз барлығымыз тыныштық, бейбітшілік деген дүниелердің қаншалықты мағынасы бар екен, оның тереңдігін толықтай түсіндік деп есептейміз. Сондықтан осы бір-бірімізге деген шынайы көңіліміз, шынайы махаббатымыз арқылы алғыс айта білу, бір-біріміздің қажетімізді, мүддемізді түсіне білу арқылы біз осы ортақ отанымыз баршамыздың Қазақстанның шаңырағын шайқалтпай, іргесін сөгілдірмей, болашаққа нық қадам басамыз деп сенеміз, және мен ойлаймын, осы залда отырған баршамыз соған сенеді. Сондықтан мерекелеріңіз құтты болсын. Дорогие друзья, от всей души я поздравляю каждого, кто сидит сегодня здесь, и в вашем лице всех наших дорогих алматинцев праздником
Днем Благодарения. Это на самом деле особый праздник. Немножко теряюсь, потому что на моей памяти, по-моему, первый раз мы отмечаем вот в такой торжественной, особой атмосфере этот праздник. На самом деле, я уже говорил, что человек имеет право называться человеком, если он умеет быть благодарным. От каждого из нас, поскольку мы полноценные члены нашего общества, требуется быть благодарным, прежде всего родителям, которые нас вырастили и создали условия для того, чтобы мы в таком прекрасном зале могли друг друга благодарить. Безусловно, нашим друзьям, всем представителям этносов, которые живут на нашей благословенной земле. И через благодарность, через понимание нужд, чаяний друг друга, я думаю, мы будем приближаться к тому, чтобы обеспечить будущее нашей Родины. То, что мы называем новым Казахстаном. А новый Казахстан – это искреннее чувство друг к другу, это чувство справедливости и понимания. То, что обычно называют толерантностью. Поэтому я всех вас поздравляю. Еще раз мира и благоденствия каждому из нас. Спасибо. Спасибо. Şaşımda akşam çalsa da rahmet rahmet sana tuğan Asiyetim diyelim, şaralgan senin siyelim. Arkamda yabancı bindim, arkamda zaman siyelim. Arkamda yabancı bindi, arkamda zaman siyelim. Rahmet zaman tuğan Hasretim ki yeler Asiyetim diyelim, şaralgan senin siyelim. Adam terbiyesinde olduk biz. Savaşçıların ballarımız var. Herkemiz savaşta ötken yesimizde yok. Sonuçta ananın terbiyesinde olduk. Anaga alız. Ananın terbiyesi edebi terbiye koy. Ananın durumu, ananın meyrimi, balaga kut. Balanın duruş yolda sağlığı. Sonuçtan бүкіл анаға мен алғыс айтамын. Одан кейін мектепке тәрбиелеген
мектептегі мұғалімдерге алғыс айтамын. Үлкен оқудың жолына түстік. Сондағы менің мұғалімдердің арқасында осындай дәрежеге жеттік. Солардың тәрбиесі. Соларға алғыс айтамын. Мереке құтты болсын. Сахнада Бүркіт пен Аиша. Красавчик, да, на самом деле. Қайдасыздар? Мындамыз, мында. Азаттық ақтаңын атырған, бостандығын қымбат алтыннан, қайсарым жалынды қазағым, айналдым таза қалпыңнан. Басымнан бұлттарды ысырған, анандай балшығын ұсынған, отаным сен бақыт мекенім, қырандай мені ұшырған. Туған көк аспанмен таласқан, жолдастардан жақын болашағына. Ол Қазақстан қадамға қалқым, асқақтардың жасасын. Аймағыңдар, аймағыңдар теза, ол жарасқан. Мемлекетім, қазақ елі, тыныштығын тату күндер ешқашан бұзылмасын. Мемлекетім, қазақ елі, көптен өткен, көкке жеткен байрағым жырылмасын. Отаным жердегі жұмағым, жүзімді кәусәрмен жуамын. Алмастай рухым бар болса да, тыныштық менің ұраным. Отаным жерім тұрарым, сен басып өкмөндір таманым. Сан ғасыр өтсе де сөндірме, мәңгілік елдің жарығын. Туған көк аспанмен таласқан, жолдастардан жақын болашағыңа. Ол Қазақстан қадамға қалқым, асқақтардың жасасын. Аймағыңдар, аймағыңдар теза, ол жарасқан. Мемлекетім, қазақ елі, тыныштығын тату күндер ешқашан бұзылмасын. Мемлекетім, қазақ елі, көптен өткен, көкке жеткен байрағым жырылмасын. Баршаларыңызға көп рахмет. Аман болыңыздар. Бар болыңыздар, бақытты болыңыздар. Рахмет сіздерге. Рахмет! Қазақ елі. Қазақ елі. Қошаметтеріңіз Бүркіт пен Аиша. Обычные поступки и маленькие подвиги мы делаем мир чуточку лучше. Ерлік туралы айтқанда біз әрине алдымен әскери сарбаздарымыз бен полиция қызметкерлерін еске аламыз. Да, сотрудники полиции и военнослужащие каждый день
рискуя своей жизнью, стоят на страже правопорядка и безопасности наших граждан. Сіздерге мың алғыс полиция мен әскери қызметкерлер. Сіздер нағыз хас батырсыздар. Пусть небо над нашей страной всегда будет чистым и мирным. Сахнада Бауыржан Исаев, қарсы алыңыздар. Бойына сіңірген бабалардың қайсарлығын жөнетер қазақтың өздеріндей байсалдығын дүние сендердей өжеттермен жайсаң бүгін жасай бер қазақтың полициясы. Айнала асқынған асауларды тізгіндеген
порой там, где круг поворот. Беспокойное сердце врача нас хранит от болезней любых и невзгод. Если чье-то здоровье тебе суждено охранять и не спать по ночам, это значит, судьбой человеку дано беспокойное сердце врача. Согреваемый теплым дыханием, Огонек над свечою дрожит, это лучшее в мире призвание охранять нашу хрупкую жизнь. Будет утро добрым, станет день светлее. Дегде шумалым, даласы кең, тамыр күткен, киелі тұрадым. Нұрландырып гүл бағымды, жайдала берші байдалым. Мен өзіңде туғанымды мақтанып айтамын. Танымсың, ойымда бармысың. Жаза қазабым, бір өзіңе аударып әлі назарым. Жаза қазабым, бұл өмірде қашан көрмей азабын. Жаза қазабым, өзіңе абай қашанын жазамын. Жаза қазабым, маған ашын өзіңсің менің ажабым. Жаза қазабым. И добрых дел. Здесь живут отзывчивые и неравнодушные люди. И в это непростое время мы еще раз доказали, что мы едины. Бірлесе отырып, біз Алматымызды, елімізді одан әрі гүлдендіреміз. Самому прекрасному городу на земле посвящается. Сейчас будет. Запиши у меня там. Солардан бірге шығады. Бақтың жаралған, жан нұрында алған. Көрдім
Кошелек Парвиз Назаров. Красавчик. Арнур, ты знаешь, мне кажется, День благодарности озарен особым светом, наделен, пропитан, я бы даже сказала, особой энергетикой. Конечно, Оль, ведь это первый день весны, когда пробуждается природа, девушки улыбаются по-особенному, и вот уже за это хочется сказать вам спасибо. Говори, у тебя есть такая возможность. Спасибо. Ну, а если серьезно, дорогие друзья, первым, кому хочется выразить слова благодарности в этот день, это, конечно же, наши родители. За то, что родили, совершенно воспитали нас, за их любовь и заботу. Друзья, все, кто сейчас в зале, обязательно позвоните, пожалуйста, родителям, поблагодарите их и не забудьте про бабушек и дедушек. Иә, міндетті түрде өте дұрыс айттың. Аталарымызға, әжелерімізге біз тіпті ерекше алғысымызды білдіреміз. Құрметті біздің аталар, құрметті біздің әжелер, сіздердің жүріп өткен жолдарыңыз біз үшін үлгі. Низкий поклон нашему старшему поколению. Правильно. Ереке құтты болсын. Сахнада Әлішер Кәрімов. И радость входит в каждый дом, и в твой, и в мой. Мы связаны с тобой, навек одной судьбой. Земля моя, моя земля. Бушует сон над головой, бушует свадебной красой. Свети земля, моя любовь, моя весна.
күні құтты болсын. Говорите спасибо чаще. Каждый день можно найти повод, чтобы поблагодарить окружающих нас людей, мир, себя уже за то, что мы есть. Biz бүгінгі мерекелік кешке қатысып өнер көрсеткен әншілерге Виват шоу-балетіне де алғыс білдіреміз. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваше время, за ваше тепло, улыбки, за ваши аплодисменты, за то, что мы вместе отмечаем этот важный день. Иә, біз біргеміз, және президентіміз айтқандай, бірлесе отырып біз бар қиындықты жеңеміз. Бірлік негізінде жаңа Қазақстанды құрамыз. Сіздерге мыңда бір алғыс! Алғыс! Рахмет! Рахмет! Молодцы. Молодцы на самом деле. На одном дыхании. Ух!